Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша деген немересі болыпты. Бірде Маша құрбыларымен орманға жиналыпты. Атасы мен әжесі оған: "Құрбыларыңнан қалып қалма" деп ақыл айтты. Бірақ Маша олардың айтқандарын тыңдамады. Құрбыларынан алысқа ұзап кетіп, ақырында адасып қалды. Маша оларды шақырып айғайлай бастады. Құрбылары дауыс қатпады. Маша ымырт түскенше орманды кезіп жүрді. Кенет қараса, орман жиегінде бір ағаш үй тұр екен. Машенька үйге кіріп, "Бұл үйде кім тұрады екен?" деп ойланды. Ал бұл үйде аю тұрыпты. Дәл осы кезде үйге аю кіріп келіп: "Менің үйіме рұқсатсыз неге кіресің?" деп гүр ете түсті. Маша: "Мен адасып кеттім. Бүгін осында қонып, ертең үйіме қайтамын" деді. "Жоқ, енді мен сені жібермеймін. Сен менің қолымда тұрасың. Маған ботқа жасап, тамақ пісіресің" деді. Маша уайымдап еді, бірақ қайтсын енді. Аюдың үйінде тұра бастады. Аю күн ұзақ орманға кетеді. Ал Маша үй жинап, дәмді бәліш пісіреді. Аюдың қуанышында шек жоқ. Біраз күндер өтті. Маша аюға былай деді: "Ата мен әжемді көрмегелі көп болды. Менің жайымды білмей, уайымдап жатқан шығар. Мен бір қорап самса пісірем, ал сен оларға апарып бер. Бірақ самсаны жолда жеуші болма. Мен биік ағаштың басына шығып аңдып тұрам." Аю келсе кетті. Маша бір қорап самса пісіріп: "Есік алдына шығып қараш, жаңбыр жауып тұрған жоқ па?" деді. Аю сыртқа шығып кеткенде, Машенька қораптың ішіне кіріп алды. Аю қайтып оралғанда, қораптың дайын тұрғанын көрді. Оны арқасына салып, ауылға қарай тартты. Орман ішімен келе жатып, ұзақ жолдан шаршаған аю тынығайын деп ағаштың түбіріне отырмақ болды. Түбірге отырып, самса жейін деп ойлады. Ал Машенька қорап ішінен: "Түбірге отырма, самса жеме, ата мен әжеме апар" деп дауыстап. "Қараш бұны, неткен құрақ екен, бәрін көріп тұр" деп аю қорапты көтеріп, әрі қарай аяңдады. Ауылға жетіп, аю қыздың атасы мен әжесі тұратын үйді тапты. Олардың қақпасын күшімен тарсылдатып: "Қақпаны ашыңдар, мен Машенькадан базарлық әкелдім" деді. Бұл кезде иттер аюды сезіп, оған бас салады. Қора-қорадан жүгіріп шығып, үріп, аюды қуалай жөнелді. Аюдың зәресі ұшып, қорапты қақпа алдына тастай сала, алды-артына қарамай қаша жөнелді. Осы кезде үйден ата мен әже шықты. Қараса, қорап тұр екен. "Қораптың ішінде не бар екен?" деп сұрады әжесі. Атасы қораптың қақпағын ашып қалса, ішінде Машенька отыр екен. Ал қуансын бәрі.